Армысыздар, қымбатты көрермендер. Ағартушы педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деген. Тарих қойнауына көз жүгіртетін болсақ, заман ағымына қарай қазақ әліпбиі де әр жылдары өзгеріп отырды. Көне түркілік руна жазбасы арабтың жазуына. Ал Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы латын, ал одан кейін кирилл қарпіне өзгертілді. Қазақ тілінің жазу тарихында әліпби жүйесі 1929-1940 жылдар аралығында латын графикасына негізделді. Кейіннен 1940 жылдан бастап кирилл графикасы әліпбиі қолданысқа енді. 2017 жылғы 12 сәуірде жарияланған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы өзекті мәселенің бірі қазақ әліпбиін латын графикасы негізінде реформалау болды. Латын графикасы әлемде кеңінен таралған. Латын әліпбиі біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, біздің заманымызда 1 ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка және Азия халықтар пайдаланды. Бір сөзбен айтқанда халықаралық әліпби десек те болады. 50-ге жуық алфавит латын қарпіне негізделген. Кейбір деректерге сүйенсек, жер бетіндегі адамдардың 48% латын әліпбиін пайдаланады. Сонымен қатар медицина, IT-технология, авиация және басқа да салаларда латын графикасы жиі қолданылады. Демек, ғалым Әбдуақап Қара айтпақшы, латын әліпбиі қазақ тілін еркіндікке шығарады. Ал енді тарихқа көз жүгіртетін болсақ, түркі тілдес елдердің ішінде ең алғаш Түрік Республикасы төл әліпбиін латын графикасына өзгертті. Оған дейін түріктер араб жазуын қолданып келген. Мұстафа Кемаль Ататүрік 1928 жылы түрік алфавитін латын қарпіне көшіру туралы заңға қол қойды. Ал енді бұрынғы Совет одағы құрамындағы елдердің ішінде Әзірбайжан 1991 жылы, Өзбекстан мен Түркменстан 1993 жылы латын графикасына негізделген әліпбиге көшті. Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру бастамасы да елімізде бұрыннан талқыланып келеді. Ал елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы үлкен сеңді қозғалтуға септігін тигізген рас. Мақалада елбасы біріншіден қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз. Және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық деп айтқан еді. Сөйтіп Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылғы 26 қазанда қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойды. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру мәселесі мемлекеттік деңгейде тіл мамандар арасында қызу пікірталасқа түсті. Төл дыбыстарымызды таңбалау барысында диакритикалық таңбаларды пайдалану бойынша түрлі пікір айтылды. Алғашқы нұсқаларда диграфтар мен апострофтар қолданылды. Ал соңғы нұсқа ол акутқа негізделді. Акут әріптің үстіне немесе әріптің астына қойылатын диакритикалық таңба. Латын қарпіне халықтың көзін үйрету мақсатында бүгінде көптеген мемлекеттік мекемелер ғимараттарының маңдайшасында латын графикасындағы жазулар пайда болды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары латын қарпіне негізделген әріптерді пайдалана бастады. Ендігі жерде 2021 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде жасалған әліппе оқулығын латын қарпінде басып шығару көзделіп отыр. Құрметті ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар, қымбатты көрермендер. Біз алдағы эфирімізде латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің жазылу нұсқасын сіздерге ұсынатын боламыз. Ендеше латын графикасындағы қазақ әліпбиін бірге үйренейік. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.